Келіншек тал. Авторы Мықтыбек Орастайұлы. Мектеп ауласындағы шығар есіктің табалдырығын аттап, көшеге бет алған Әлішер 10 қадамдай жүргеннен соң кілт тоқтады. Әншейін базарға кетіп бара жатқандай жайбарақат жүрісіне өзі де таңданды. Мектеппен мәңгілікке қоштасып кетіп бара жатқаны осы кезде ғана шындап ойына келді. Ойпырмай, мұным неменің, қимастық сезім менде шынымен де жоқ па, деп ойлады. Артына еріксіз бұрылып қарады. Мұны қимай жоқтайын деп тұрған мектепте жоқ секілді. Бәрібір шыға берістегі аула дәліздің екі қапталында өсіп тұрған жап-жасыл келіншек талдардың баяу ғана самал желмен тербелгені болмаса, қимылы бар басқа зат немесе тіршілік иесі байқалмайды. Мен де қызықпын, осындай шіліңгір шілденің тал түсінде мектепте қандай тіршілік болсын. Келіншек талға тағы да көзі түсті. Неге екенін өзі де білмейді. Әйтеуір сол келіншек талды керемет жақсы көретін. Жап-жасыл шіркін. Әлемде дәл мұндай жап-жасыл түсі жоқ деп ойлайтын Әлішер. Осы ағаш неге тек мектепте ғана өседі екен? Адамдар осындай келіншек талды неге өз үйлерінде отырғызбайды? Әлішер осы келіншек талды қимайтын сияқты. Осы ағаштың көшетін алып үйге отырғызбасам деген ой басына келді. Мектепте өзімен бірге оқыған сыныптастарының арасында Әлішер ең соңғы болып аттестатын алды. Әйтпесе маусым айының соңғы аптасы басталып қалған кез. Сосын ғой мұның мектеп ауласында жалғыз состиып тұрған. Үйіне қарай бет алды. Асыққан жоқ. Асығып не қылсын? Үйіне барса мұны үйінің алдындағы жүгеріге жұмысқа салып қояды. Одан гөрі жол жөнекей бір-екі достарына соғып әңгімелесіп барғанды мақұл. Достары дегенде есіне Жанболат түсті. Жан досы көрмегелі 10 күндей болып қалыпты. Егер оқуға түсемін деп кетіп қалмаса, үйінде болуы тиіс. Қызық, деді Әлішер ішінен. Оқу бітті, паспортым бар, аттестатым бар. Енді не істесем де өз еркім. Оқуға түссем де, жұмыс істесем де, тіпті үйленсем де, сабаққа дайындаламын деп бас қатыру жоқ. Қандай рахат. Ой құшағында келе жатып, Жанболаттың көшесіне қарай бұрылды. Осы кезде көз ұшынан зымырап келе жатқан жеңіл көлік көшені шаңға бөгіп зулап келді де, мұның жанынан өте бере дөңгелегімен жолды сырып барып кілт тоқтады. Ішінен атып түскен көршісі Әзірет мұнымен амандасып та жатпады. Әлішер, тез жетші үйіңе. Не болғанын барған соң естисің. Басқа ештеме айтпады. Әлішердің жүрегі зу ете қалды. Тыныштық па, деп жалма-жан Әзіретке сұрақ қойды. Әзірет машинасына мінді де есігінен басын шығарып, бар үйіңе, барған соң естисің деп, машинасымен орталыққа қарай құйғыта жөнелді. Әлішер дереу жасы 80-ге таяған әжесін еске алды. Қылтың-сылтыңы көп әжесі, Аллаға шүкір мен өлсем жылайтын ұрпақтарым бар деп жиі айтатын. Әлішердің жаны қалмайтын. Әже-ау, оныңыз не, сіз әлі 100 жасайсыз, дейтін. Дерін десе де күндердің күнінде бәрібір әжесінің бұларды тастап, тірі адамдардың ешқайсысы да барып көрмеген мекенге аттанатынын есіне алса, көңіл күйі түсіп кететін. Одан әрі ойлауға да қорқатын. Дереу үйіне қарай бет алды. Бағана бұл аттестат алуға кетерде сап-сау тұғын. Алайда ажал қай кезде адаммен ақылдасып тірлік істеп еді. Әжесін жаманшылыққа қимады. Бұл әжесінің бауырында өскен, соғыс майданындағы қаңғыған оқтың бірі мұның атасына бата тиіп, жалмап кеткен. Ал әжесі қайтып тұрмыс құруды ойлағанда жоқ. Соғыс басталған жылы дүниеге келген жалғыз ұлын өсіріп жетілдіру үшін тынымсыз тірлік етіп, барын салып елден кем қылмай өсірді. Кем қылмай өсіру барда қызығын көру бар ғой. Сол жалғыз ұлының бір басы екеу болғанда, жүрегі жарыла қуанып, кейбір азаматы бар әйелдердің өзі өткере алмайтын дүбірлі той жасап, арқа-жарқа болған. Алайда тұңғышта соңғы келіні ұзақ уақытқа дейін бала көтермей, соны уайымдап, әжесі байғұс талай түнді ұйқысыз өткізді. Әжесі мектепте еден жуушы болып жүргенде, бағанағы келіншек талды өз қолымен қондырған сенбілікшілердің бірі. Өзімен жақсы сөйлесетін, сырласатын бір әйел бір күні бұған: "Сәлимашау, мына келіншек талдың жапырағын қайнатып келініңе ішкізші, бәлкім пайдасы тер. Бұл жарықтықты шипалы деп естіп едім", деп айтқанды.
Жалғыз келіннің бала көтереді десе Меккеге жаяу барып келуге даяр Салима шынымен де келіншек талдың жіп-жіңішке, сүп-сүйкімді жапырақтарын қайнатып, одан шыққан жап-жасыл қышқыл ып-ыстық суды келініне ішкізген. Одан келіп кетер пайда болды ма, жоқ па, алайда арада 1,5 жыл өткеннен соң осы Әлішер дүниеге келді. Әлішер Салиманың атасының аты. Әлішер туғанда әжесі 60-тан асып қалғанды. Қазір 80-нің төңірегінде, осы ауылдың ең үлкені. Әлішер болса келіншек талды не үшін жақсы көретінін білмейді. Үйіне жылдамдата басып асығып келе жатқан Әлішер жол бойы әжесін ойлаумен болды. Бұрын соңды мұның үйінде өлім деген нәрсе болған емес. Балалық шағы қамсыз өтті. Әжесі шынымен қисайып қалса, тоқтамай 1 ай жылайтын шығармын деп ойлайтын. Жүрегі алып ұшқан енді Әлішер қара терге түсті. Әжесінің жанында отырмай мектепке кетіп қалғанына өкінді. Соңғы сөзін естіп, бақұлдасқанымда ғой, кемсеңдеп жылауға шақ қалды. Мені іздеді ме екен, а? Үйінің төбесі көрінді. Орталықта тұратын жамағайынның машинасы бұлардың үйінің қақпасының алдында, айнасы күнге шағылысып тұр екен. Жанында тағы да 1 машина тұр. Бітті бәрі, деді ішінен. Әжесін ойлап ішінің әлем-жәлемі шықты. Әлішерімнің 1 басын 2 қылып, содан туған шөберемді көрсем болды. Аллаға 1000 мәрте шүкіршілік айтып, армансыз өлер едім, деп оқта-текте айтып отыратын. Осы есіне түсіп, әже деп айғайлап жылауға шақ қалды. Көшеден өтіп бара жатқан адамға әуелі бұлардың мал қорасы көрінетін. Әлішер мал қорасы жанында 4-5 еркектің бір ірі қараны жайратып, сойып жатқанын көзі шалды. Өлік шығатын үйде әрине мал сойылады. Бұл қақпадан ішке кіре берді. Әлішер-ау, қайда жүрсің? Ана малын көбеймегір жас ұзақ жоңышқамды жеп қойды деп сарала тайыншаны шауып тастапты. Арам өлтірмей сойып алып жатырмыз. Бар, әкеңе жәрдем бер, деген анасының даусын естіді. Әлішердің көзі үй алдындағы шынардай болып өскен өрік ағашының саясында шәй ішіп отырған әжесіне түсті. Әже деп жүгіріп барып әжесін бас салып құшақтады. Мал жайратып жатқандар шошынып өріктің астына жалт қарады.